Сәлем балалар. Бүгін біздің каналда математика 1 сыныптың 12 сабағы. Сабақтың тақырыбы 6 саны және цифры. Бүгінгі сабақта біз 6 санын қосып азайтуды және мәндерін табуды үйренеміз балалар. Бірінші есепке назар аударайық. Сурет бойынша неше сөзін пайдаланып, сұрақтар құрастыр. Ал балалар, суретке назар аударайық. Неше қыз бала домбыра тартып отыр? 2 қыз бала домбыра тартып отыр, иә? Неше қыз қобыз тартып отыр? 2 қыз қобыз тартып отыр. Неше ұл домбыра тартып отыр? 1 ұл домбыра тартып отыр. Неше қыз жетіген ойнап отыр? 1 қыз жетіген ойнап отыр. Астындағы суретке қарайықшы. Неше ұл қамшымен билеп жүр? 3 ұл қамшымен билеп жүр. Неше ұл жай өнерпаз болып билеп жүр? 2 ұл билеп жүр, иә, жай өнерпаз болып. Неше қыз билеп тұр? 1 қыз билеп тұр. Мені осылайша балалар сұрақ қоясыңдар. Өнерпаздардың санын салыстыр дейді. Үстіңгі жақта 1 ұл, 5 қыз отыр. Яғни 5 қыз артық. Астындағы суретте 5 ұл, 1 қыз, 1 қыз кем. Келесі екінші тапсырманы шығарайық. Мысалдар құрастыр, есепте дейді. Бірінші суретке қараңдаршы балалар. 1 ұл, 4 қыз отыр. 1-ге 4 қосқанда 5 болады, иә, барлығы 5 бала отыр. Келесі суретте 1 ұл, 2 қыз отыр. Барлығын қосқанда 3 бала болады. 1-ге 2-ні қосқанда 3. Астындағы суретке балалар қараңдар. 2 ұл, 2 қыз отыр. 4 бала отыр, иә, барлығы. Келесі соңғы суретте 3 ұл, 3 қыз отыр. Барлығы 6 бала отыр. Келесі балалар үшінші тапсырманы шығарайық. Әр сөреде 6 заттан болу үшін тағы неше заттан қосу керек дейді. Бірінші суретте бізде балалар қараңдар. 1 домбыра тұр, иә? 1 домбыраға 5 домбыра қосатын болсақ, бізде барлығы 6 домбыра болады. Астыңғы суретке қараңдар. 3 таңғыра тұр. 3 таңғыраға тағы да 3 таңғыра қосатын болсақ, барлығы 6 таңғыра болады. Келесі астындағы суретке қарайық, соңғы суретке. 2 баян тұр, иә? 2 баянға 4 баянды қосатын болсақ, барлығы 6 баян болады. Келесі 5 асатаяқ тұр. 5 асатаяққа 1 асатаяқ қоссақ, балалар, 6 асатаяқ болады. Келесі 4 тұяқтас тұр. 4 тұяқтасқа неше тұяқтас қоссақ 6 болады? Дұрыс айтасыңдар балалар. 2 тұяқтас қоссақ 6 тұяқтас болады. Соңғы суретте бізде 2 сыбызғы тұр. 2 сыбызғыға 4 сыбызғы қосатын болсақ, барлығы 6 сыбызғы болады, балалар. Әр сөредегі заттарға сандар қосу арқылы біз 6 санын шығарып отырдық, балалар, байқадыңдар ма? Келесі балалар соңғы тапсырманың берілген оқиық сандарды салыстыр дейді 4-ші есепте. Бұл жерде балалар 5 және 6 сан тұр, иә? Қайсысы артық? Дұрыс айтасыңдар балалар, 6 деген сан артық. Яғни 5 кем болады, иә? Келесі 4 және 6 тұр. 6 артық болады. Дұрыс айтасыңдар. Астыңғысында 6 және 5 деген сан тұр. 6 артық болады, 5-тен 5 кем болады. Келесі 2 және 4 деген сан тұр. 4 артық болады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Келесінде 3 және 5, 3 кем, 5 артық болады. Соңғысы 5 және 2 деген сан тұр. 5 артық болады, 2 кем, яғни 2 аз 5-тен. Осымен балалар сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріңе рахмет. Сабағына лайк басып тіркеліп алыңдар.